Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Семинарды бастай берейік. Менің дауысым естіліп тұр ма? Дауысты тексеріп алсақ. Иә, естіліп тұр. Жақсы, рахмет. Қазір мен презентацияны қосайын. Бүгінгі семинардың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиет пәнінен оқу бағдарламалары және элективті курс әзірлеудің тиімді жолдары деп аталады. Менің аты жөнім Шатемірқызы Ақмарал, Алматы қаласы нөмір 7-ші мектеп лицейдің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімімін. Педагог зерттеуші, авторлық бағдарламалар авторымын, және мына жерде электрондық поштамды жазып қойдым, телефон нөмірімді жазып қойдым, 8714295555. Қандай да бір осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз бар болса, осы WhatsApp нөмірімде сұрақтарыңызды жіберсеңіздер болады. Енді менің біршама тәжірибем бар. Мен элективті курс гимназиялық компоненттің арнайы курстарына арналған оқушылардың ғылыми зерттеу жобасы атты бағдарлама жаздым. Және осы аталған бағдарлама негізінде арнайы элективті курс негізінде оқушылардың бойында ғылыми зерттеу жобасын жүргізу дағдыларын қалыптастыру атты мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулық жаздым. Екі авторлық бағдарламаға да авторлық куәліктер берілген, сараптамадан өткен. Авторлық бағдарлама әзірлеу бізге не береді? Авторлық бағдарлама кәсіби дамуға табысты әсерін тигізеді. Педагогикалық әлеуетіңізді арттырасыз. Авторлық бағдарлама жазып шыққан педагог оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын жазуға нақты бағдар беруге дағдыланады. Біліктілік санатын арттыру үшін де авторлық бағдарламаның авторы болуыңыз міндетті. Авторлық бағдарлама жазу талаптары мен ережелері. Авторлық оқу бағдарламасы жалпы білім беру стандартына сай оқу пәнінің білім беру мазмұнын анықтайтын, мемлекеттік білім беру стандартының негізінде жасалатын, нәтижесі тұлғаны дамытуға бағытталған, педагогикалық құндылық пен жаңалықтардан хабардар ететін авторлық педагогикалық шығармашылық іс. Оқу бағдарламасы нормативтік құжат. Педагогикалық бағдарламалардың негізгі екі бағыты біліктілік және сауықтыру. Білімділік танымға байланысты, сауықтыру ойын және спортқа байланысты. Танымдық дегеніміз не? Таным әрекеті, танырлық, танылатын, танып білерлік деген мағынаны білдіреді. Қызығушылық ғылым жаңалықтарын, қоғамда болып жатқан өзгерістерді танып білуге деген қызығушылық. Біздің жағдайымызда балаларға бір теориялық және практикалық білімді көздейтін оқу бағдарламасын жазу. Ал енді сауықтыру дегеніміз, өздеріңіз біліп отырғандай, оқушылардың салауатты өмір сүруіне, денсаулығына байланысты арналған бағдарламалар. Білімділік бағдарламаларының негізгі типтері. Үлгілік оқу бағдарламалары біз өзіміз қолданып жүрген бағдарламалар. Үлгілік оқу бағдарламасы оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес әзірленеді және оны оқу ағарту министрлігі бекітеді. Тәжірибе сынақ бағдарламасы екінші бағдарлама, және біздің көтеріп отырған бағдарлама авторлық бағдарлама. Авторлық бағдарлама негізі 4 бағытта жүреді. Біріншісі өнертапқыштық, екіншісі комбинаторлық, үшіншісі толықтырылған және жаңашыл. Енді өнертапқыштық бағдарлама дегеніміз не? Ол белгілі бір жаңалық ашу. Комбинаторлық бірнеше пәннің кіріктірілуі арқылы жасалған бағдарлама. Толықтырылған бағдарлама, сіз егер бұрын мүмкін жаңартылған мазмұндағы оқуларға дейін қандай да бір бағдарлама жазсаңыз, соны қазіргі жаңартылған оқуға сай қайталап толықтырып жазған бағдарламаңыз толықтырылған бағдарлама деп аталады. Ал жаңашыл деген, оған дейін бұндай авторлық болмаған, қайталанбаған, жаңа заманға сай, жаңадан жазылған бағдарлама, соны жаңашыл бағдарлама деп атайды. Сіз бағдарлама жазған кезде сізге екі рецензия керек болады. Біріншісі, өзіңіздің білім беру мекемеңіздегі әріптестеріңізбен әдістемелік кеңесте қаралып, авторлық бағдарлама дайындау бойынша тәжірибесі бар мамандардың сізге пікір жазуы. Екінші рецензия, ол сыртқы рецензия. Міндетті түрде жоғары оқу орнының екі маманнан пікір аласыз. Енді бағдарламаға кірісер алды не істейсіз?
ең бірінші тақырыпты таңдап алыңыз. Тақырыбыңыз мектебіңіздің даму мақсатына, даму жоспарына сай болғаны дұрыс. Өйткені сіз өз бағдарламаңызды мектебіңізде қолданғаныңыз да өте тиімді. Өйткені бағдарламаны өз мектебіңізде қолдану арқылы, апробациядан өткізу арқылы сіз оның кем-кетігін біле аласыз және толықтыра аласыз. Және сіздің бағдарламаңыздың тақырыбы бұрын соңды болмағаны туралы нақты анықтап алыңыз. Және қандай мақсатта жасап отырсыз. Сіздің алға қойған мақсатыңыздан сіздің міндеттеріңіз туындауы керек. Бағдарламаның ерекшелігі мен жаңашылдығы неде? Оқушы үшін ерекшелігі, оқушы үшін жаңалығы. Енді күтілетін нәтижесі қандай болмақ? Яғни оқушы не үйренбек? Және бағдарламада қандай қиындықтар туындауы мүмкін? Оған да баса көңіл аударыңыз. Өйткені сіз кез келген қиындыққа дайын болуыңыз керек. Бағдарлама жазу кезінде сіздің уақытыңыз өте көп уақытыңыз кетеді. Сіздің уақытыңыз кітапханада іздену жұмыстарын жүргізуіңіз мүмкін. Сіз оқушылармен іздену жұмыстарын жүргізуіңіз мүмкін. Сізге көптеген кітаптар, оқулықтар қажет болуы мүмкін. Міне соның барлығын сіз алуыңыз керек. Егер қандай да бір өкінген жағдайда болса, мысалға неге бұл тақырыпты алдым, қатты қиналып кеттім, жазбай-ақ қоюым керек еді дейтін сұрақтар туындап жатса, сіз күш жігеріңізді қосуыңыз керек болады. Алға қойған мақсатыңыздан таймаңыз. Енді бағдарламаның жалпы құрылымы қалай болады? Ең бірінші сіздің бағдарламаңызда түсінік хат жазылуы керек. Одан кейін бағдарламаның мақсаты. Одан кейін мақсаттан шығатын міндеттер қойыңыз алдыңызға. Бағдарламаның өзектілігін анықтаңыз. Бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейін анықтаңыз. Бағдарламаның практикалық маңыздылығын, бағдарламаның ғылыми табиғатын және бағыттылығы қандай бағытта және күтілетін нәтижелерді қамтылуы тиіс. Келесі, тұрақтылау мазмұндық бөлімі. Жаңағы түсінік хатпен астында жазылған 7 бөлім, бұл бірінші бөлім болса, екінші бөлімі мынау тұрақтылау мазмұндық бөлімі. Бағдарлама 34 сағатқа арналған 4 бөлімнен тұрады. Курс бойынша практикалық және шығармашылық жұмыстар қарастырылады. Бірінші бөлім мысалға, мына өзімнің жұмысымнан сіздерге мысал келтіріп отырмын дәл қазір. Ғылыми зерттеу жұмыстың құрылымы, екінші бөлімінде зерттеу жұмысының ғылыми негіздері қамтылады. Үшінші бөлімде зерттеу жұмысының қадамдары қамтылса, төртінші бөлімде зерттеу жұмысының презентациясы және бағдарламаңызды қорғау ұсынылады. Нормативтік бөлім бұл үшінші бөлім. Нормативтік бөлім мынау схемада кестеде көрсетілгендей болуы тиіс. Бірінші қатарда мінекей нөмірі тұр. Одан кейін бөлімше, тақырып, сабақтың мақсаттары, одан кейін сағат сандары, дәріс, практика, барлығы білім бөлімі. Енді осы жерге не айтып кетсе болады? Бұл жерге, мына жерде қарасаңыздар, бұл менің өзімнің жазған авторлық бағдарламамнан. Біріншісі мысалға бөлімше тақырыпта кіріспе ғылыми жұмыстар туралы түсінік берілген. Одан кейін сабақтың мақсаттары, одан кейін дәріс, одан кейін практика, одан кейін барлығы қанша сағат әдетте бағдарлама 34 сағаттық. Бұл бір оқу жылында 36 сағат болса, біз қазір қайтадан 34 сағатқа көштік. Және білім өнімі. Білім өнімі Блум таксономиясына байланысты қойғандарыңыз. Блум таксономиясына байланысты қойылған абзал. Түсінеді, біледі, қолданады, жинақтайды, талдайды деген Блум таксономиясына сай балалардың білім өнімділігін арттырып отырамыз. Келесі, төртінші ақпараттық әдістемелік бөлімде. Бұл жерде білім, білік, дағдылары қалыптастыру, бағалау және бағалау критерийлері, күтілетін нәтиже жазылады. Келесі, бесінші бөлімде оқытуды ұйымдастыруға арналған әдістемелік нұсқаулар және пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Міне сіздің бағдарламаңыз осындай тақырыптарды қамтылуы тиіс. Және сіз өз мектебіңізде апробация жүргізгеннен кейін авторлық деп тану үшін мектептің ұжымы арқылы, педагогикалық кеңестің ұсынысы арқылы қалаға, немесе ауданға, немесе облысқа сараптамалық кеңеске жіберіледі. Авторлық бағдарлама сіздің жұмысыңыз екеніне толыққанды көз жеткізу үшін және әрине
плагиаттан өткізу Слайдың көрінбей қалды ғой. болады. Ау, көрінбей қалды? Қазір. Көрінді. Аха, жақсы. Осындай сараптамалық кеңестерден өтіп жатқан соң, сіздің авторлық жекеменшігіңіз болып табылып, авторлық куәлікке ие боласыз. Біздің уақыт 9-дан 24 кетті. Мен қазір уақыт болатын болса, өзімнің жұмыстарымнан сіздермен таныстырып өтсем. Мынау авторлық бағдарламам тұр. Одан кейін мынау авторлық бағдарлама негізінде жазылған арнайы әдістемелік нұсқалық тұр. Қазір мен авторлық бағдарламаны ашып көрсетейін сіздерге. Мінекей пікір жазғандар жоғары оқу орындарынан міндетті түрде 2 білікті маман болу керек. Одан кейін мінекей жаңа слайдта көрсеткендей түсінік хат жазылу тұр. Бағдарламаның жаңашылдығы, бұрын-соңды бұндай бағдарламаның болмағандығы туралы және нақты ережесі туралы жазылған, негізгі мақсаттардан міндеттер туындаған жайлы. Одан кейін мінекей мақсаты біреу, міндеттеріне бірнеше міндеттеме қойылған мінекей. Одан кейін бағдарламаның өзектілігі туралы жазылады, бағдарламаның ғылыми әдістемелік деңгейі, бағдарламаның практикалық маңыздылығы, ғылыми табиғаты, мінекей бағыттылығы, яғни күтілетін нәтиже. Одан кейін бағдарламада кімдердің еңбектеріне сүйенгені туралы мінекей. Одан кейін тұрақтау мазмұндық бөлімі, 34 сағаттан арналған 4 бөлімнен тұратыны. Одан кейін мінекей бірінші бөлім кетті. Бірінші бөлімнің өзі мінекей 9 сағаттан тұрады мінекей. Бірінші бөлім. Одан кейін екінші бөлім кетті. Зерттеу жұмысының ғылыми негіздері, әрқайсысының жанына сағаттары қойылған. Міне сіздерге мен өзімнің жұмысымды көрсетіп отырмын. Мінекей бағдарлама оқушылардың ғылыми зерттеу жобасы 7-10 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Одан кейін пікір жазғандар, мінекей жаңа айтып өттім, пікір жазғандар жоғары оқу орнының 2 білікті маманы жазу керек. Одан кейін мінекей түсінік хаттың ішінде ғылыми жоба жазуына нақты қандай бағыт-бағдар берілген, соның бәрі жазылған. Бағдарламаның мақсаты, бағдарламаның міндеттері, бағдарламаның өзектілігі, мінекей ғылыми әдістемелік деңгейі, практикалық маңыздылығы, бағдарламаның ғылыми табиғаты, бағыттылығы. Екінші бөлім тұрақтылау мазмұндық бөлімі, ол 4 бөлімнен тұратындығы. Бірінші бөлім ғылыми зерттеу жұмысының құрылымы, ол 9 сағаттан, және оқушылардың игеру деңгейіне қарай жұмыстарыңызды сағатқа бөліп қоясыздар. Мінекей мына ғылыми зерттеу жұмысының құрылымы мына жерде 9 сабақ 1-1 сағаттан тұратын болса, екінші бөлімде зерттеу жұмысының ғылыми негіздері, мінекей мынау зерттеу жұмысының мақсат міндеттерін анықтауды 2 сағатқа қойдым. Зерттеу жұмысының жаңалығын ол да 2 сағатқа қойдым. Осылай сағаттарға бөліп қоясыздар, және міндетті түрде практикалық сағаттар болу керек. Сіздің мысалға мектептегі кітаптарды, оқулықтарды, мысалға біздің мектепте мына қазақ тілі кітабы қосымша бағдарламаны міндетті қажет ететінін анық көрініп тұрады. 8 сыныпқа арналған қазақ тілі. Егер соған арналған бағдарлама жазатын болсаңыз, мен ойлаймын, өте жақсы тақырып шығады деп. Соның үшін сіздерге ұсыну үшін қайта қарап шықтым. Біздің жазған авторлық бағдарламамыз үлгілік оқу бағдарламасында берілген мақсаттарды тереңірек білу үшін, оқушыларға тереңірек жеткізу үшін жазылуы тиіс. Және ол жерде практикалық жұмыстар көбірек болған жақсы. Одан кейін зерттеу жұмысының мінекей қадамдары 3-ші бөлімде қамтыдым. Одан кейін 4-ші бөлімде презентациямен аяқтадым. Енді одан кейін 3-ші бөлім нормативтік бөлім болады. Нормативтік бөлім мынадай кестеден тұрады. Реттелген нөмірі, одан кейін бөлімше тақырып, сабақтың мақсаттары, дәріс, практика сағаты, мінекей барлығы 34 сағат білім өнімі. Маған уақыт деп зумда көрсетіп жатыр, мен жылдам мынаны сіздерге көрсетіп кетейін. Мінекей 4-ші бөлім, мінекей осылай міне. Енді 4-ші бөлімде ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл жерде сіз бағдарламаның мазмұны қанша сағат құрайды, және оның ішінде қанша теориялық сабақтар,
практикалық жұмыстарды қатарластыра ұсынып отырсыз, және курсты меңгеру барысында қандай дағдылар қалыптасады, және осы дағды арқылы қандай оқушылар қандай нәтиже көрсету керек, қандай нәтижеге жетеді, және қалыптастырушы бағалау критерийлары көрсетілген. Мінекей әр сабаққа бағалау критерийлары. Одан кейін мінекей мына осылай аяқталады да, мынандай бірнеше әдіс тәсілдерді пайдаланылған әдебиеттер және қосымша ұсыныстар ұсынылатын жоба жұмыстарында көрсетіп қойған. Жылқы атауларына байланысты бұл оқушыларға арналған сөздердің концептілік аясы, қазақ даласындағы үш ұлы ана, Сәкен Жүнісовтың Ақан сері романындағы тұрақ тіркестер, тіл жүйесі мен сапалай талдау тәсілдері 7-ші сынып, синтаксис және оны оңай игеру жолдары 8-ші сынып, Жамбыл Жабаев қазақ феномені, Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында, жаңа компьютерлік терминдер, Промакей заманауи оқушымен бірге, Оғызнама мен Асанқайғы аңыздарындағы тарихи үйлесім, міне осындай бірнеше тақырыптарды оқушыларға ғылыми зерттеу жұмысына жазуға ұсынғанмын. Енді келесі мен қазір мынаны жабамында осыған негізделіп жазылған арнайы әдістемелік нұсқаулықты ашамын. Яғни біздің жазған бағдарламамыз тек қана элективті бағдарламада ғана тұрмайды, оған қосымша міндетті түрде әдістемелік нұсқаулық немесе оқушы дәптері, мұғалім кітабы дейсіз, немесе сабақ жоспары дейсіз. Только экран көрініп тұр, жоқ басқасы. Экран ғана ма? Қазір қайтадан қосайын. Енді көрінді ма? Иә, көрініп тұр. Мінекей сол оқушылардың ғылыми зерттеу жобасы авторлық бағдарламаға негіздеп, арнайы элективті курс негізінде оқушылардың бойында ғылыми зерттеу жобасын жүргізу дағдыларын қалыптастыру атты мұғалімдерге арналған әдістемелік нұсқаулық жаздым. Яғни сіз авторлық бағдарлама, элективті курсқа арналған авторлық бағдарлама жазғаннан кейін, сіз міндетті түрде оған қосымша мүмкін 34 сағаттан тұратын сабақ жоспарын, немесе мұғалім кітабын, немесе оқушы дәптерін, немесе мына сияқты әдістемелік нұсқаулық жазуыңыз керек. Сонымен бұл әдістемелік нұсқаулықта не айтылады? Оның маңыздылығы, негіздеме, және бұндағы мақсаты, міндеттері мінекей, жаңалығы неде, нәтижелігі қандай нәтиже көрсетеді, және сіздің бағдарламаңыз қалай жарияланды, әлеуметтік желілерде, немесе оқулықтарда, немесе жаңағы газет журналдарда жарияланды, соны көрсетіп жатса, одан кейін мінекей мазмұны мінекей жаңағы авторлық бағдарламам 34 сағаттан тұратын болса, бұл да сондай 34 сағатқа арналған. Мінекей барлық сол жердегі тақырыптардың барлығы қамтылған. Егер сол жерде бірінші бөлімде ғылыми зерттеу жұмысының құрылымы деп тұрса, және кіріспесі ғылыми жұмыстар туралы түсінік болатын болса, оқу мақсатын соған сай қойдым да, мінекей ғылым деген не? Ғылыми зерттеу жұмысы дегеніміз не? Мінекей барлығы мұғалімнің алдында осылай барып тұр. Яғни мұғалім сіздің қандай да бір мектепте сіздің авторлық бағдарламаңызды оқушыларға беру ретінде қабылданса, сізге ешқандай қиындық туындамау керек. Сіздің қолыңызда авторлық бағдарлама және соған арналған нұсқаулық болу керек. Яғни мұғалім сіз берген авторлық бағдарламаны оқушыларға жеткіздіру үшін толыққанды қамтылуы тиіс. Мінекей тура солай мына жерде 34 сабақпенен мінекей мына екінші тақырыбы мінекей ғылыми стиль дегеніміз не? Ғылыми стильді балалар терең түсініп, стиль түрін ажырату деп оқу мақсатын қойып, мінекей егжей-тегжейлі жазылып өткен. Барлығы 67 беттен тұрады. 67 беттің ішінде мінекей мына жерде оқушылардың алған білімін тексеру, жалғаулықтар, септеуліктер, демеуліктерді қолданып, сөйлем құрастырып көп. Яғни ғылыми стильде осындай жалғаулықтар қолданылады. Де көмекші етістігі арқылы белгілі бір ережені жазып тұр. Баяндау, хабарлау, сипаттау, пайымдау дегеніміз не? Ғылыми мәтіндердің мазмұнын ашатын ерекшеліктерін ата. Яғни біз осындай сабақтарменен балаларды ғылыми стильде ғылыми зерттеу жобасын жазуға бағыттаймыз, дайындаймыз, және осы 34 сабақтың негізінде оқушыларды жұмысқа дайындап болғаннан кейін 34 сабақты сіз аяқтаған кезде оқушының қолында
бір ғылыми зерттеу жобасы дайын тұру керек. Оның ішінде тақырыпты қалай таңдаудан бастап соңғы жағында презентацияны қорғауға дейін осы жұмыстың ішінде егжей тегжейлі көрсетілген. Мінекей осылай авторлық бағдарламаны осылай жазып шығасыздар деп мен сіздерге өзімнің жұмысымды аяқтадым. Мына жерде мінекей оқушының күнделігіне дейін көрсетілген. Оқушының күнделігінде басты ескерте кететін жағдай мынау. Жазбалар жасау кезінде міндетті түрде дереккөз туралы ақпаратты жазып алу қажет. Себебі кейін оны дәйек сөз ретінде қолданады және сілтеме жасайды, не басқаша түрде пайдаланады. Ол әдетте мынадай түрде жасалады. Тәмсіл сөздерге белгілі бір аңыз, ертегі, тарихи оқиғаға байланысты шығарылған астарлы мағынасы бар тілдік бірліктерді жатқызамыз деген сияқты тезистерді жұмыс барысында оқушы өзіне түртіп алып отыру керек. Зерттеу жұмысының нысанын қалай анықтау керек? Зерттеу пәні дегеніміз не? Нысан дегеніміз не? Нысан деген егер кең ұғымда болса, зерттеу пәні нысанға қарағанда тар ұғым. Бұл ғылыми зерттеу жұмысын жасап жүрген мұғалімдерге бұл ұғымдар дайын, оқушылардың дайындап жүрген мұғалімдерге бұл түсінікті деп ойлаймын. Бұл зерттеу пән дегеніміз не, нысан дегеніміз не? Мысалға, нысан деп жалпы мектептің бір оқулығын алатын болсақ, немесе зерттеу нысаны деп Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы болса, Абай жолы романы десек, оның зерттеу ауқымы өте кең болады да балаға қиын тудырады. Ішіндегі қай зерттеу жұмысын алуды түсіну қиын болады. Сондықтан нысанның ішіндегі зерттеу пәнін ұсынсаңыз, мысалға мінекей Абай жолы романындағы әйелдер тағдыры деп ұсынсаңыз, бала Абай жолы романындағы нені зерттеу керектігін түсінеді. Мінекей осындай жұмыстар. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз бар болса, 8-701-429-55-55 менің телефон нөміріме сұрақтарыңызды қалдырыңыздар.